Бәріне сәлем достар, сендермен бірге Мейірбек, және мен бүгін өте керемет модқа обзор жасайтын боламын. Бұл мод тоже бір мебель модтар, 3D блок мебель мод деп айтуға болады. Өйткені бұл модты қосқан кезде, модтың аты Home Plus. Видеодағы сілтемеден ала аласыңдар осы модтың, аңғарыңдар осыншама заттар бар. Осы видеоның описаниясында қалдырып кететін боламын осына. Аңғарыңдар мысалы дурбел, яғни есіктің жанына қойып қоюға болатын, және бізде кресло, туалет, мына жерде осындай деск дейін, деск не екенін білмедім. Ескерткіш, қазір көреміз оны. Өзім де қазір тартып отырмын мына модты, өте керемет модтардың бірі бұл тоже. Так, мына жерде мынандай крипер, сосын эндермен бар екен, аңғарыңдар еще тепшек. Модтың өзінің блогы бар екен. Пока что мыналарды көрсете тұрайын сендерге. Давайте осы видеоға сендер лайктарыңды басыңдар, анаға жазыңдар, және мен кеттік бастаймын. Мына жерде бізде өзінің блогы, модтың блогы, яғни кирпич осындай дурбел и басса әдеттегідей өзінің звугы шығатын болады. Кәс басылмай тұра, басылсай, басылып жатыр міне. Енді бізде бұл тепешек, баспалдақ, қай жақта тепешек, қай жақта баспалдақ білмеймін, өзіміз тепешек дейміз, әйтеуір осыны бізде мына жерге бүйтіп қоюға болады. Міне осындай, бүйтіп, сосын бұлай, и наны алып тастап бұлай қойайық. Так, наны көрсетіп жіберейін. Бізде бұл ескерткіш осындай, аңғарыңдар. И бізде мынау эндерменнің ойыншығы, крипердің ойыншығы, мынау туалет, мынау кресло. В общем, осындай қызықты заттар өте көп бұл жерде мәс. Просто топ модтардың бірі, міне аңғарыңдар. Деск деген яғни стол, компьютер қоятын стол десек болады. Бұл модта еще мынандай зат бар қазір. Так, өзінің есігі бар осы модтың, неше түрлі, потолокқа қоятын вентилятор, және де бұл жерде мынандай тоже есік бар. Так, бізде телевизор болу керек осында. Қазір мынау телевизордың тейблі, яғни шкафы өзінің телевизордың. Телевизордың өзі міне мында. Так, мынаны көрдік. Енді бізде ноутбук бар мынандай. Мына жерде міне осыны қоя салайық. Так, мынаңғара міне осы жерде ноутбук бар осындай. Так, бұлай қойық міне. Мынау қазір турланады, вот міне. Осынысы бір керемет екен. И мынау телевизордың шкафы, и мынау телевизордың өзі, мынаңғара. Осындай бір керемет телевизор, бірақ алды қайсы, арты қайсы білмейсің мынаның. Так, бізде есігі, осы ненің өзінің есігі өте керемет, аңғарыңдар. Айна есік, бүйтіп ашып, жауып, кіріп шығуға болады. Ал мынау бізде потолокқа қоятын вентилятор, бір басса өшеді, тоқтайды, қосылады дегенім. И бізде мына жерде мынандай есігі бар, китайский есік бар. Тұра. Мынау, андай не ғой? Кәс. Так, бұзайық наны бұзу керек маған. И бүйтіп, мынау түсініп отқандарындай, мысалы мен мына блокқа қойдым дейге, бүйтіп ашқан кезде міне ішке қарай кіріп кетеді. Керемет емес па мынау? Мен өзімді осыны көріп отырмын енді ғана. Так, мына есікті көрегенді. Бұл тоже бір керемет есік екен. Қалай сендерге ұнай ма достар осындай мод? Маған қатты ұнайды негізі осындай мебель модтар. Еще слабый любой соткаға істейді. Слабый соткаға да істесем, аңғарыңдаршы, лагайт етпейді, ешқандай қатпайды менде. Прикинь, осындай керемет мод екен бұл. И мынау білесіңдер енді есіктің алдына қойып қоятын зат қой мынау осындай. Білесіңдер ғой енді. Так, бізде осы заттар, ал қалғандарын өздерің көрерсіңдер мына жақта міне. Осыншама зат. Қалғандарын өздерің көре жатарсыңдар. Ал ендеше осы видеоға лайктарыңды басыңдар, давайте. Жазылуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңдар.